Hello, what's up? Оксфорд сөздігінде 600 мың сөз бар. Бірақ статистика бойынша адамның күнделікті сөйлеуінің 90%-ы 300-350 сөзден тұрады. Олардың 50-60-ы етістіктер. Етістіктің не екенін ұмытып қалдыңдар ма? Жақсы, онда есімдіктерді қайталайық. Олар дара және күрделі есімдіктерге бөлінеді. Дара есімдіктер: I, мен. I әрдайым бас әріппен жазылады. You, сен. He, ол ер адам. Ол ұл бала. She, ол әйел. Ол қыз бала. Қалғандардың бәрі it. Бұл үстел. Бұл үй. Бұл қалам. Және күрделі есімдіктер: we, біз, you, сіздер немесе сендер, they, олар. Енді жай сөйлемдерді құрастырып көрейік. Ағылшын тілінде сөйлегенде сөздер тікелей ретте тұрады: бастауыш, баяндауыш және тұрлаусыз мүшелер. Бастауыштың орнына есімдіктерді қоямыз: I, you, he, she, it, we, they. Бүгінгі өткеніміздің барлығы. Етістік баяндауыштың орнын атқарады. Олар заттың әрекетін білдіреді. Олар не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Біріншіден 3 етістікті алайық. Love, жақсы көру. Speak, сөйлеу. Play, ойнау. Мысалы, I love Kazakhstan. Мен Қазақстанды жақсы көремін. You speak English. Сен ағылшын тілінде сөйлейсің. We play basketball. Біз баскетбол ойнаймыз. They play football. Олар футбол ойнайды. He, she, it есімдіктері ол есімдіктердің бөлек тобы. Егер біз he, she немесе it есімдіктерін қолдансақ, етістікке s жалғауы қосылады. He plays football. She loves Kazakhstan. It speaks Chinese. Мысалы, сендер Қытай телефонын сатып алдыңдар. Ал ол сендерге қытайша сөйлейді. Oh my gosh, it speaks Chinese! Упс! Сендер ағылшын тілінде сөйлемдермен сөйлесіңдер ме? Келесі кездескенше. Bye-bye. We love Kazakhstan.